Келген жолдар қосылған еді жаса, бақытыңмен байлығын ала келсең. Ғашық отын көзімізге жанады, әлдилейді махаббаттың балғаны. Ғашық болған күннен бастап достарым, азамат болып қалғандаймыз бағаны. Ғашық отын жанады, жана берсең, жумардың жолдары бола берсең. Келген жолдар қосылған екі жаса, бақытыңмен байлығын ала келсең. Айдана, ортаға келеміз. Келіңіздер. Қошемет қайда, берік пен Айданаға. Достар, бауырлар. Екі жері болмады бір-бірін, ай-ай-ай әлдейді күн нұрын. Бәрекелді, қорғызды қоймаймыз. Рахмет. Бекер, көңілге қалай? Бәрі жақсы ма? Айдана ханым, настроение жақсы ма? Мен енді ұл жолдас пен қыз жолдас шақырайыншы ортаға. Өтініш. Ұл жолдас бар ма? Ұл жолдас екен есінде ма? Шақырыңыздар. Ұл жолдас есімі кім? Ұл жолдастың аты кім? Алпысбай. Алпысбай. Точно ма? 100 граммбай болып жүр. Қана кейін ойға жасын қара. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Есіміңіз өзіңнен сұрайыншы? Өтебай. Өтебай. Алпысбай бәрі бірдей екен ғой өзі. Қанша нешінші рет ұл жолдас болып жатсыз? Біраз болып қалды. Біраз, енді үйлен. Уже профессиясына айналып баратқан сияқтылар бар ғой. Маған пустой 2 бокал беріңіздерші, өтініш. Мына жерде 2 бокал алып жіберіңізші. Мен енді Берік пен Айдананы қинамайын, бірақ осы жерде бір керемет қазір біз қазақ енді ырымшыл халықпыз, ниетшіл халықпыз. Беруші Алла, бірақ енді біз ниетімізбен өзіміздің енді амалын соған жарастырамыз. Мына ұстайсыздар. Енді бұйырса, осы жаңадан құрылып жатқан жас отбасының тұңғыш перзенттері ұл болсын дегендер, ұл жолдастың қолындағы бокалға берік үшін тиын саласыздар. Тиын. Қыз болсын дегендер, қыз жолдастың қолындағы бокалға тиын саласыздар. Қыз жолдас сразу айтайын, Айдананың төркініне бар. Басқа ешкім бермейді, еттер гарантия. Бір 2-3 жылдап жинап келеміз, кеттік. Тезден жинап келеміз. Махаббаттың күшімен, екі жастың табыстырған жүрегін, бақытыңа болсын көңілдерім, ойсыңде тәттілігіне, шашбай шақырды, әнсамай бейбейін, шарықтасын шақырды. Өтебай, 5-ші үстінде отырған олигархтарға бар. Болашаққа өмірге, тіпті бүтін ортамыз отауым, қуанышты шаттығына көңілге, тойланаққа келді бүкіл қауым, той үстінде тәттілігіне, шашбай шақырды, әнсамай бейбейін, шарықтасын шақырды. 2-1 уақыт бітті. Бірақ берік үшін салам дегендер болса уақыт біткен жоқ. Рахмет, тұра тұр. Мананы кім салып жіберген? Астапыралла. Руслан ба салған?
Ол уже үйленіп жатыр. Енді мына өздеріне беріңіздер, Енді жаңа бокалға не салыңыздар дедім. Тиын салыңыздар, қағаз шығарыңыздар, қағаз ақша. Тиын тұра берсін, қағаз ақша. Кейін санамай шығарып, санап шығарып жатыр еппіз. Молодец кәдімгі. Зәреш апа, сізді мен бір сәтке ортаға шығарып, мына біреу орбит салып жіберіпті, ой Алла. Адамнан қулы тартылмайды-ау. Келіңіз, ортаға келіңіз, Зәреш апа. Біздің жүзім салдық, мына жер ошым, абышымен магазин болып жатыр ғой. Біздің ұл болсын дегенде, Беріктің бокалындағы тиынға қошемет көрсетейік. Тұңғышы ұл болсын дегенде. Астай тұрыңыз, әке астай тұрыңыз. Қыз болсын дегендер Айдананың бокалындағы тиынға. Мен бұл екеуім қазір бір-біріне қосайын, егіз болсын дегендер. Мен Сәулеш апа, мына тиындарды не үшін жинаттым? Біздің қазақта өте жақсы дәстүр бар. Ол дүниеге нәресте сәби келген кезде, соны қырқынан шығарар сәтте алтын, күміс, тұз және тиын салып шомылдырады. Білесіз ғой? Алла бұйыртса екеуіне сүйген оригинал тұңғыш немереңізді қырқынан шығарар сәтте осы тиындарды салып шомылдырыңыз. Сөйтіңізді осы жұрттың бәрін жинап алып, тиындарын қайтан өздеріне қайтарып беріңіз. Осы той сол кісілерге де жұғысты болсын дегендей. Алла нәсіп етсе осы тиындар 9 ай 50 күннен кейін қозғалсын дегендер. Бұл көпшіліктің ниеті апа. Ертең ана Ермек пен Жанканың баласына нанға суға деп жұмсамаңыз. Бұны ақшүбірекке дейін сандыққа салып қойыңыз. Өйткені көп түкірсең көл дейді, осы көпшіліктің ниетіне Құдай тағалам жеткізсін. Мына енді қағаз ақшаны маған беріп тұрыңыздар. Мен енді бұна ақшаны бәке сізге беремін. Өйткені ертең Айдана босанған кезде роддомға барасыз. Сол кезде алдыңыздан шошаңдап 2 медсестра шығады, өзі отыр ғой ана. Ұл болды, қыз болды, сүйіншің жоқ па, көрімдігің жоқ па дегенде, именно мына менің көпшілігімнің, ағайын туыс бауырымның, қайын жұрт дос-жаранымның жинап берген ақшасы, осы перзентімнің көрімдігі болсын деп, осыны өзіңіз бересіз сол кезде. Мен кешеде бір тойда айттым апа осыны. Сөйтіп едім, жаңа үйленіп атқан жігіт айтты, Нұреке, сіздің ниетіңіз алал деді. Бірақ менің тұңғыш балама деген өзімнің көрімдігім бар. Мына неғысы өзің неғыла сал деді. Білмейді неғысы деді. Неғып айтқан түсім, мен білчер айтып ол. Ойнап айтам. Апам, жаңа өзіңіз түйіп қоясыз ба сәлді. Кете беріңіз апа, сізді қимай тұрсыз қой, болды апа. Сол күнге жеткізіп мына біз той тамадылар кейде тойларда ақша туралы айтсақ жұрттың бәрі ойлайды, тамадылар ақшаға қонақ кеткен, ақшаға беріліп кеткен деп. Мен өзімді айтайын апа, мен ақшаға қонақпайым да, ақшаға берілмеймін да. Бұл просто ол маған керек. Рахмет. Мен енді екеуіңіз мына жерге вальске шақырайын. Ол жолдас отыра берсеңіздер болады. Екеуіңізді вальске шақырайын. Сосын қадірлі ағайын, бір өтініш бар. Бір өтініш ортада беріп болды. Бәке қосамаңыздар, осы жол. Ортада айдында жүзген аққудай болып, Берік пен Айдана ғана билесінші өтініш. Екеу ғана аққудай болып, Берік пен Айдана билейді. Ортаға кәр аққулар, мас аққулар шықпаймыз. Бәріңіз телефонның жарығын жағай, сіздерге енді вальс үшін әсем әнді орындайтын эстрадамыздың жарық жұлдызы, өздеріңіздің сүйікті әнші ұлдарыңыз, қоңыр үнімен талайлардың жүрегінен орын тапқан Кеңес Әлімжан. Қошемет көрсетіңіздер.